2013 жылдың 18 ақпанында 98 жасқа қараған шағында алаштың аяулы ұлдарының соңғы ұрпақтарының бірі Гүлнар Міржақыпқызы Дулатова апамыз өмірден өтті. Гүлнар Дулатова 1915 жылғы 4 қарашада алаштың ардақты ұлы Міржақып Дулатов пен оның аяулы жары Ғайнижамал Досымбекованың отбасында дүниеге келген. 1930 жылы Алматы мемлекеттік медицина институтын бітіргеннен кейін үздіксіз 48 жыл бойы дәрігер-дерматолог болып қызмет істеді. Мамандығына сай еңбек ете жүріп, қазақтың қайсар қызы 20 ғасырдың басындағы қазақ зиялы қауымы өкілдерінің, яғни алаш арыстарын ақталуына ұйытқы болды. Сөйтіп, ол алғаш рет сталиндік репрессия құрбандарын саяси ақтау комитетіне Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Жүсіпбек Аймауытов және тағы басқа қоғам қайраткерлеріне қатысты материалдарды жолдады. Олар ақталғаннан кейін Гүлнар Дулатова Қазақстан мұражайларына көптеген экспонаттар берді. Гүлнар Дулатова әке жолын қуып, қолына қалам алып, артына мол мұра қалдырды. Ол 1988 жылдан бастап кешегі күнге дейін мерзімді баспасөз беттеріне көптеген мақалалар, очерктер, естелік эсселер жазып тұрды. Апамыздың қарымды қаламынан туған алаш арыстарының өмір белестері суреттелген бұл дүниелер жинақталып, алаштың сөнбес жұлдыздары, шындық шырағы деген атпен жеке кітаптар болып жарыққа шықты. Гүлнар Дулатова Қазақстан және шетел ғалымдарының әдеби тарих этнографиялық зерттеулеріне үлкен үлес қосты. Әкесі Міржақып Дулатовтың бірнеше шығармалар жинағын құрастырды. 2010 жылы республикада медициналық білім беруді дамытуға қосқан үлесі үшін Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетінің алтын медалін берілді. Гүлнар Міржақыпқызы сондай-ақ айрықша еңбегі үшін 2011 жылы алаш арысы Әлихан Бөкейханов атындағы тәуелсіз қоғамдық төсбелгімен марапатталды. Алаш арыстарының көзін көрген, олардың ақталуына саналы ғұмырын арнаған аяулы жан Гүлнар Міржақыпқызы Дулатова оны білетіндердің жадында әрдайым сақталады.